Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін жаңа тақырып өткенде не болмаса ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалған уақытта оқушылардың ойында ұзақ уақытқа сақталатындай визуалды түрде жаңа сөздерді, терминдерді қалай жасауға болады, оқушыға қалай ұсынуға болады, соны көрсеткім келіп отыр. Сабақ барысында осындай жаңа терминдерді, жаңа сөздерді осылай көрнекі түрде оқушыларға қолдарына беріп таратып қоюға болады. Бұны жасау үшін flippity.net сайтына кіреміз. Бұл Flippity платформасы көптеген тапсырмаларды жасауға мүмкіндік береді. Осы жерден жасап, өз сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Әр түрлі тапсырма түрлері берілген. Бұны алдағы уақытта көрсетемін. Енді біз өзімізге жаңа бұлтты сөздерді жасау үшін осы жерде алдымен орысшаға айналдырып аламыз. Бұл ағылшынша сайт, яғни тышқанның оң жағын басып, перевести на русском деген басамыз. Осы жерден облако слов дегеннен инструкция деген таңдаймыз. Ашылған терезеде біз мына жерге керек емес, мына жердегі бізге сөздер осыны өшіріп тастап, өзіміздің сабағымызға сәйкес жаңа сөздерді, болмаса түйін сөздерді, термин сөздерді жазамыз. Бұны алдын ала дайындап қойсаңыздар да болады, жазып. Өздеріңізге оңай болу үшін осы жерге толтырамыз өзімізге қажетті сөздермен. Және де ең алғашқы тұрған сөз бұл жерде ең үлкен шрифтпен жазылады. Солай кете береді. Екіншісі одан төмендеу, ең төменгісі өте кіші шрифтпен жазылады. Сондықтан да өзіңізге қажетті ең негізгі түйінді сөздерді жоғарғы жағына жазу ұсынылады. Және де сонымен қатар бұл тапсырма бастауыш сыныптарға өте жақсы келеді. Осыны жасап, шығарып алып, оқушыларға әртүрлі түрде ұсынып оқытуға болады. Осы жерде өзімізге керек сөздер жазып аламыз. Астында заголовок деген жерге тақырыбын жазып қойсаңыздар болады. Жазып болғаннан кейін создать батырмасын басамыз. Осы кезде бізге бұлтты сөздерімізді дайындап береді. Осындай түрде әртүрлі осы жерден өзіміз бұның шрифтін, орналасуын өзгертуімізге болады, түсін өзгертуімізге болады. Мына жерде горизонталь, вертикал түрде, диагоналдық түрде ауыстырып, өздеріңізге ыңғайлысын таңдап алсаңыздар болады. Сонымен қатар келесі бағандардан түстерін өзгертулеріңізге болады. Шрифтін өзгертулеріңізге болады. Өз қалауларыңызға сәйкес жасайсыздар. Таңдап алсаңыздар болады. Сонымен қатар бұл жерде тағы да мүмкіндіктері берілген. Артындағы фонын ауыстыруларыңызға болады, болмаса арасын алшақтатып, жақындатуларыңызға болады. Сонымен қатар, мына жерге тақырыбында қосып қоям десеңіздер, мына жерге титл дегенді бассаңыздар, тақырыбы жоғары жағына шығып тұрады. Бүгінгі тақырыпты көрсетіп, астына соған сәйкес түйін сөздер деп шығарып қойсаңыздар да болады. Осы бұл өте керемет әдіс, оқушыларға визуалды түрде ұсынуға болатын. Қолдарына таратып қойсаңыздар да болады, немесе тақтаға шығарып қойсаңыздар да болады. Оқушылардың ойында ұзағырақ сақталуға мүмкіндік береді. Жасап көріңіздер, кәделеріңізге жарасын.